Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақта сөз таптарын, сын есімді ажыратуды үйренесіңдер. Сын есімнің ережесін еске түсірейік. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Әдемі, таза, сары, үлкен, тағы да басқа сөздер жатады. Оқулығымыздағы 66-шы жаттығуға назар аударайық. Матынды қатесіз көшіріп жазыңдар. Ертіс үлкен өзен, оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Дескриптор мәтінді көшіріп жазады, сын есімдерді тауып, байланысқан сөздерді анықтайды. Мәтіндегі етістікті атап, етістік түрін анықтайды. Сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып жазыңдар. Үлгіге назар аударыңдар. Тақтай қандай? Тақтай жалпақ. Тақтай қалың. Тақтай тегіс. Сол секілді дала және көл зат есіміне сын есімдер ойластырып жазыңдар. Дескриптор сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім табады. Етістіктің сын есімнің сұрағын естеріне түсіреді, қойылған сұрақтарға жауап береді. Балалар, үйге тапсырма. 93-ші беттегі 69-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына мағынасы сәйкес сын есімдерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазады. Дескриптор көп нүктенің орнына мағынасына сәйкес келетін сын есімдерді қойып, қатесіз каллиграфиялық талапқа сай көшіріп жазады.